Халал және харам табыс. Ғибратты әңгімелер. Әңгімеге көшпес бұрын, біздің арнамыз ұнап жатса, қолдау ретінде лайк басып, пікір жаза отырыңыздар. Бір жас жігіт қағбада, ей дұрыстардың көмекшісі болған Аллахым, ей харамдардан сақтанғандардың көмекшісі болған Аллахым, саған шүкір етемін деп қайталай береді. Біреу келіп, неге қайта-қайта бір дұғаны қайталай бересің? Одан басқа еш нәрсе білмеймісің деп сұрайды. Оған былай деп түсіндіреді. Осыдан 7-8 жыл бұрын қағбада жүргенде ішінде 1000 алтыны бар қалташық тауып алдым. Ішімнен бір дауыс: бұл алтындармен мына нәрселер жасайсың деп құтыртып жатқан еді. Өз-өзіме: жоқ, бұл менікі емес, біреудің затын қолдануым харам болады дедім. Осы кезде біреу мынадай қалташық тауып алған адам бар ма деп айқайлап жүреді. Оны шақырдым. Қалташықтың қандай екенін суреттеді және ішінде 1000 алтын бар деп айтты. Қалташығын бердім. Ол да маған қалташықтан шығарып 30 алтын берді. Базарға бардым. Таза реңді бір жас тұтқын баланы мақтап сатып жатқан еді. Ол жас баланың тазалығы менің назарымды тартты. Бұл тұтқын үшін қанша сұрайсың дедім. 30 алтын деп жауап берді. Алтындарды беріп, ол жас баланы сатып алдым. Арадан 1-2 жыл өтті. Жас бала өте еңбекқор және әдепті еді. Бір күн онымен кетіп бара жатқанымда алдымыздан 3 кісі келе жатқанын көрдік. Жас жігіт маған: мырзам, мен Фас әміршісінің баласымын. Мына келе жатқандар әкемнің адамдары. Мені іздеп жүргендер. Сенен мені сатуыңды сұрайды. Сен сондай жақсы адамсың. 30 000 алтыннан төмен сатпа деді. 3 кісі қасымызға келіп, бұл тұтқынды бізге сатасың ба деді. Сатамын, бірақ 30 000 алтыннан төмен болмайды дедім. Біраз саудаласып болмаған соң амалсыз қабыл етті. Алтындарды беріп, жас жігітті алып кетті. Мен бұл алтындармен жұмыс орындарын ашып, сауда-саттықпен айналысып, одан да байып кеттім. Бір күні туыстарым, өте бай бір отбасының жақсы бір қызы бар. Әкесі жақында қайтыс болды. Онымен сені үйлендірейік деді. Мен де болады деп жауап бердім. Неке қиылды. Түйеге артылып қыздың жасауын алып келді. Жасауының арасынан бір қалташық менің назарымды тартты. Жұбайыма: бұл не деп сұрадым. Ішінде 970 алтыны бар. Әкем бір кезде қағбада жоғалтқан екен. Тапқан адамға 30 алтынын беріпті. Қалғанын маған сыйлады. Жасауыңа қосарсың деді, деп жауап берді. Демек, бұл алтындар менің ризығым екен ғой. Қайтарып бермегенімде харам жолдан келер еді. Қазір болса халал жолдан қайта өзіме келді. Маған көмектесіп, харамдардан қорғаған, көптеген нығметтер сыйлаған Раббыма шүкір етемін. Ащы да болса шындықты айтыңдар. Бәрібір тағдырға жазғанын көресің. Несібеңнен артығын көрмейсің. Сіздердің де несібелеріңіз арта берсін. Тыңдағандарыңызға рахмет.